Сәлем баршаңызға достар, сіздермен Айзада. Бүгін мен сіздерге бір жасағаннан ақ керемет шығатын вафлидің рецептісімен бөліскім келеді. Міндетті түрде менімен бірге болыңыздар. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа, ұн, қант және де ерітілген сары май. Ең әуелі ыдысымызға 5 жұмыртқамызды жарып салып алып аламыз. Үстінен қантымызды салып, жақсылап миксерлеп араластырамыз. Жақсылап көпірген жұмыртқамыздың үстіне майымызды және де ұнымызды салып, іртік болмайтындай етіп араластырып аламыз. Бізге ең әуелі вафельница қажет. Қызып тұрған вафельницамызға майымызды жағып аламыз. Вафельницам біраз пайдаланылған, көп мән бермеңіздер. Үлкен ас қасықпен вафельницамызға салып пісіре береміз. Мінекей біздің вафлиіміз дайын. Таяқшамен де орауға болады, қолмен де орауға болады. Осылай домалақша етіп орай береміз. Әртүрлі формада жасай беруге болады. Мен осы видеода 2 түрін көрсеткім келеді. Мінекей біздің вафлилеріміз оңай піседі. Арасына крем, вареный сгущенка салуға болады. Және де вафлиіміз қытырлақ, әдемі болып піседі. Рецепті ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде менімен бірге болып комментарий қалдыруларыңызды сұраймын.